Жол қиылыстарын өту кезіндегі қауіпсіздік жайлы 10 алтын қағида. Біріншісі, жаяу жүргіншілер өткелінде бағдаршамның жасыл түсінде екенін және өтудің қауіпсіз екеніне көз жеткізгеннен кейін ғана өтіңіз. Екіншісі, есте сақтаңыздар. Жаяу жүргіншілер өткелі аса қауіпті аймақ болғандықтан, жол көлік апатының қатысушысы болу мүмкіндігі аса жоғары. Үшіншісі, жаяу жүргіншілер өткеліне жақындағанда санаңызды қосыңыз және қауіпті аймақта екеніңізді түсініңіз. Төртіншісі, жағдайды қатаң бақылауда ұстаңыз. Тоқтаңыз және көлік құралдарының жоқ екенін, сізді жол жүргізушілері көріп тұрып, өткізуге жол беріп тұрғанын көргенін қадағалаңыз. Көлік жылдамдығы бәсеңдеп, тежеуді белгілеуі керек. Бесіншісі, жолдан өткен кезде шеткі тоқтаған көліктің ар жағындағы жағдайды тексермегенше, оның аумағынан шығуға асықпаңыз. Келесі қатардағы көліктің жоқ екендігін немесе оның тоқтағанын міндетті түрде қадағалаңыз. Алтыншысы, жүргізуші сізді кеш байқауы мүмкін болғандықтан, тек қана артықшылық құқығын басшылыққа ала отырып, жолдан өтпеңіз. Жетіншісі, егер жолды кесіп өтудің басында сіз көлікті көрсеңіз, бірден қайтыңыз, бірақ жүгіруге тырыспаңыз. Себебі бұл жүргізушінің соқтығысудың алдын алу мүмкіндігін қиындатады. Сегізіншісі, басқа жаяу жүргіншінің мінез құлқына қарап, бұл жолдың нақты қауіпсіз екеніне жеке көз жеткізбегеніңізше, жолдың жүру бөлігінен өту туралы шешімді қабылдамаңыз. Тоғызыншысы, бағдаршамның сары түсінде жолдан өтпеңіз. Өйткені көліктің алыс қатарындағы жүргізушілер бағдаршамның жасыл түсі жанатынына үміттене отырып, қозғала бастаулары мүмкін. Оныншысы, ешқашан сананы қоспай және жағдайды тексермей автоматты түрде жолдың жүру бөлігінен өтпеңіз.